Сіздің таңыңыз қалай басталады? Біз шыны кофе ішесіз бе, әлде біз шыны шай ма? Бәлкім бір стакан жылы су ішетін шығарсыз. Аш қарынға су ішу қытайлардың дәстүрлі іс-шарасы саналады екен. Қытайда аш қарынға ең алдымен ыстық су ішу міндетті. Тіпті олар шайды жүрген жерлерінде термосқа құйып алып жүретін көрінеді. Сонымен қатар кез келген мейрамханасынан қайнаған су сұрап ішуге болады. Бұл олар үшін үйреншікті жағдай болып қалыптасқан. Қытайлардың түсінігінше, бір стакан жылы су ағзадағы зиянды шылақтар мен токсиндерді шығарып, иммунитетті нығайтады, көңіл күйді көтеріп, зат алмасуды жақсартады, арықтауға көмектесіп, ісікті кетіреді. Бұдан бөлек жасаруға да септігін тигізіп, ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Достар, қаңтар айының соңына дейін 1000 оқырманға жетуге көмектесулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналға тіркеліп, видеоларға лайк басып, видеоларды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Неге аш қарынға жылы су ішу керек? Адам ағзасының ішкі температурасы 38 градусты құрайды. Сол себепті де салқын немесе бөлме температурасындағы суды ішкенде ас қорыту жүйесіне ауырлық түседі. Себебі ағза суды 38 градусқа дейін жылытуы керек. Біз сөзбен айтқанда жылы су ағзаға өте пайдалы су саналады. Адам ұйықтап жатқанда ағза барынша жұмыс істейді. Күнімен жиналған зиянды токсиндер мен шлактар ыдырай бастайды. Осылардың бәрін таңертең жылы сумен айдап шығу керек болады. Таңертең аш қарынға ішкен жылы су ішек қарын аймағына жиналған шырышты жуады. Ішектің қабырғаларын тазалап, ондағы токсиндерді айдайды. Сосын ішек қарын жүйесі іске қосылып, ары қарай жүре бастайды. Иммунитетті нығайтады. Ішек адам ағзасындағы иммунды мүшелердің бірі. Жылы су оның жұмысын жақсартып, үнемі тазартып отырады. Сонымен қатар жылы су ағзаға қажетті нәрлі заттарды тасымалдайтын лимфа жүйесінің жұмысын жылдамдатады. Оның иммундық жүйе үшін пайдасы зор. Көңіл күйді көтереді. Расында да жылы су көңіл күйді көтереді. Жылы су ағзадағы кейбір гормондардың түзілуіне септігін тигізеді екен. Әсіресе қуаныш гормоны саналатын эндорфин гормонын түзеді. Бас ауырып тұрғанда жылы су ішетін болсаңыз, ауырғаны басылып, көңіл күйіңіз көтеріліп шыға келеді. Зат алмасуды жақсартып, арықтауға көмектеседі. Диетологтар бұл болжамды растап отыр. Жылы су ішек қарын арқылы өтіп, зат алмасу жүйесін 3 есеге арттырады екен. Осындай жылдамдықтың арқасында ағзадағы тіндер кислородпен қанығып, көбірек калория жоғалтатын болады. Сөйтіп, сізде арықтай бастайсыз. Ісінуді басады. Жылы су ешбір қоспасыз ақ несеп айдайтын қасиетке ие. Егер сіз күн сайын таңертең аш қарынға жылы су ішетін болсаңыз, аз күнде ақ ісіктің басылғанын байқайтын боласыз. Оның үстіне жылы су бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Жасартады. Терінің құрғауы оның қалпына келуге кері әсерін тигізеді. Сондықтан да әр күн сайын жылы су ішу жасаруға алып келеді. Себепті де суды 40 градусқа дейін қыздыруды әдетке айналдырыңыз. Жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Асқазанында ойық жарасы бар адамдарға, гастритпен ауыратын адамдарға мұндай суды ішпеген дұрыс. Оның орнына қайнаған бөлме температурасындағы суды ішкен абзал. Жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі аурулардың ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз,
оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады.